Сәлем достар, қазір сіздермен баршамызға муравейник деген атпен белгілі тәттіні жасайтын боламыз. Ең алдымен сіздерге айтқым келетіні, кез келген тағамды дайындаған кезде міндетті түрде құрамы таза, сапалы өнімді таңдауға тырысыңыз. Өйткені сіз таңдаған өнім тағамыңыздың дәміне және де денсаулығыңызға тікелей әсері бар екенін ұмытпаңыз. Сонымен ыдысымызға ең алдымен құрғақ өнімдерімізді саламыз. ұн, қант, разрыхитель, сода және де тұз. Осыларды жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне сары майымызды қосамыз. Май міндетті түрде холодильниктен шыққан, салқын болуы қажет. Алдын ала осындай бөліктерге бөліп алып саламыз. Енді майымызбен қалған массамыз біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Үлкен бөліктер қалмауы қажет. Өте үгілмелі бір масса шығады. Мінекей бізде осындай үгілмелі бір масса шықты. Үлкен бөліктер қалмады. Енді ортасын ашып, жұмыртқа мен сметанамызды қосамыз. Егер жұмыртқаңыз үлкен болса, онда бір жұмыртқа жеткілікті. Ал егер кішкентай болса, онда екеу қосқаныңыз жөн. Жұмыртқа мен сметанамыз біріккенше екеуін араластырып аламыз. Кейін қалған массаларымызды қосып, қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Мен әрдайым осылай 4 бөлікке, кейде 2 бөлікке бөлем. Сіз қалауыңызша көбірек бөлікке бөлсеңіз болады. Енді целлофанға салып, бұларды 1,5 сағатқа морозильникке жібереміз. Қамырымыз қатып, өз формасын жақсы ұстайтын жағдайда болу қажет. Мінекей біздің қамырымыз бұл жерде менде 1 апта тұрды. Қамыр дәл қазір 2 бөлігін қолданатын болам. Қалған бөлігін қажет жағдайда алып қолданамын. Сіздер де қамырыңызды осылай дайындап, морозильникке салып, қажет жағдайда алып қолдансаңыз болады. Кейін целлофаннан шығарып, бөлме температурасында 25 минутқа қалдырамыз. Міне бізде тұрды 25 минут. Қазір бір бөлігін теркадан өткізем, екінші бөлігін холодильникке сала тұрамын. Формамызға қағазымыз жаямыз. Теркамыздың осындай ірі бөлігін қолданатын боламыз. Осылай қамырымызды теркадан өткізіп аламыз. Формаға жеткенше қамырымызды өткіздік. Енді алдын ала қызған пеште 180 градуста примерно 4-5 минутқа пісіреміз. Қамырымыз пісті міне. Енді қалған қамырымыз біткенше дәл осылай пісіріп аламыз. 2 бөліктен бізде осынша масса шықты. Енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Варенканы плитада ерітеміз. Қолданатын ыдысыңыздың табаны жұқа болмау керек. Жұқа болған жағдайда асты жабысып, күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін менде бұл жерде қалыңдығы орташа. Астын бірден үлкен қызуға қостым. Кейін табамыз қызығаннан кейін орташа қызуға бассақ болады. Үнемі жанында осылай араластырып тұруыңыз қажет. Егер жанынан бір сәтке кетіп қалсаңыз, ол бірден жабысып қалады табаныңызға. Мінекей біздің варенкамыз еріді, әбден астын өшіріп тастаймыз. Үстіне сары майымызды қосып, майымыз ерігенше, 2 масса жақсылап біріккенше араластырамыз.
міне бізде начинкамыз дайын. Егер варенка таппасаңыз, сгущенканы кастрюльге салып, үстіне суық су құйып, баяу отта 3 сағат қайнатып алсаңыз болады. Варенкада мен деп фирмасыныкін қолданамын әрдайым. Басқаларын да қолданып көрдім, бірақ көңілімнен шықпады. Сіздерге де кеңес берем. Осы фирманы қолдануға, құрамы таза, әрі дәмі де керемет. Енді біз мына массамызды қолымызбен сақтап алуымыз қажет. Қатты ірі де, қатты сақтап та жібермеуіміз керек. Сақтадық, мінекей. Үстіне начинкамызды құямыз. Қасықпен сәл араластырып аламыз, біріккенше. Қасықпен араластыра алғанша араластырамыз. Кейін қолымызға перчатка киіп, болмаса целлофан қолдансаңыз болады. Жақсылап мына кремімізбен печеньелер біріккенше араластырамыз. Міне біздің муравейнигіміз дайын болды. Енді қалауыңызша әрлеп, әсемдеп ұсынсаңыз болады. Мен осындай кекске арналған қағаз формаларды қолданамын. Үстін қатты басып нығыздамайым. Осылай формаға орналастырып қоямыз. Кейін ыдысқа салғаннан кейін үстіне грецкий орех немесе шоколадты теркадан өткізіп, әрлеп, әсемдеп дастарханға осылай ұсынсаңыз болады. Сіздерге ас болсын, каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды.